Қалай ойлайсыңдар? Ақша не үшін керек біз? Ақшаны біз не істейміз? Магазинге барамыз, киім аламыз, дүкенге барып не аламыз? Тамақ аламыз. Бұл ақша қайдан келеді? Кім алып келеді ақшаны? Жұмыстан. Жұмыстан, жұмыс жасап. Жарайсың, жұмыс жасап, ақшаны табады екенбіз. Бала, қараңдаршы тақтаға. Бізде не көріп тұрмыз? Ақшаны көріп тұрмыз. Бізде ақша Қазақстанның ақшасы теңге деп аталады. Әр ұлттың ақшалары бөлек болады екен, балалар. Балалар, бізде тиынымыз қатты темірден жасалады екен. 200 теңге, 10 теңге, 20 теңге, 5 теңге деп балалар. Темірден тиын болып жасалады екен. Ал 1000 теңге, 500 теңге, 10.000 теңгелер бізде қандай болады? Қағаз ақша болады екен, қағаз теңгеміз болады екен. Шанығасыздар міне. Мамандық жасап, өзіміздің мамандығымыз бойынша жасап, мысалы, дәрігер болып адамды емдеп не істейді балалар? Адамды емдеп ақша табады. Мұғалім балаларды оқытып, ақша табады. Тігінші киімдерді тігіп беріп, не істейді? Ақша табады. Аспаздар тамақ пісіріп, ақша табады. Құрылысшылар үй салып не істейді? Ақша табады. Шаштараздар не істейді? Қалай ақша табады? Не істейді? Шаш қияды екен біздің айтасыңдар. Балалар, ақша еңбектің жемісі. Бүгін балалар шығармашылық жұмысқа келіп, өзіміздің еңбегімізбен ақша табуды үйренетін боламыз. Бірінші топ гүл жасайды, екінші топ торт, үшінші топ ойыншық жасайды. Осылай балалар, өздерінің еңбектерді ақшамен бағалаймын қазір сендерде. Қане, бірінші топ кірпі жасауды үйренеді. Бірінші топ не жасадық? Гүл. Қандай гүл? Раушан гүлі. Раушан гүлінің түсі қандай? Қызыл. Жапырағының түсі? Жасыл. Өте жақсы. Келесі екінші топ бізден не жасады? Торт жасадық. Неше бөліктен тұрады торт? 3 бөліктен. Қандай? Үлкен, орташа, кіші. Түстері қандай? Әдері түстері қандай? Гүлгүл, жасыл, өте жақсы. Үшінші топ не жасадық? Кірпі жасадық. Оның түсі қандай? Қоңыр. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді сендердің осы жасағандарыңды мен бағалап сендерге ақша берейін, теңге берейін. Қай балалар, артық па барлығыңыз? Жарайсыңдар. Балалар, жарайсыңдар, сендер өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Жұмыс жасағандарың үшін мен сендерге тиынмен сендердің жұмыстарыңды бағалап, сендерге тиын бердім, ақша бердім. Енді сендердің жасаған жұмыстарыңды дүкенге өткіземіз. Нұржан, ойыншық алайық, торт алайық. Торт қанша теңге? 15 теңге. Бір тоқ беріңізші.
Балалар, біздің алдымызда ақша жинайтын қорапша тұр. Көрдіңдер ме? Сол қорапшаға біз алдымыздағы суреттер бар. Армандарымызды жаздыратын боламыз. Қараңдар балалар, әртүрлі суреттер бар. Сол суреттерге өздеріңнің армандарын жаздырасыңдар. Мысалы, Еркеназ, сенің арманың қандай? Не алғың келеді ақша жинап? Міне, мына ойыншықты алғым келеді. Жарайды, ендеше осы ойыншықты біздің ақша жинайтын қорапшамыздың сыртына жаздырамыз. Солай барлығымыз жаздыратын боламыз. Жарайсыңдар балалар, біздер ақша салатын қорапшаның сыртына армандарымызды жаздырдық. Қаниса, сенің арманың қандай? Көйлек. Ертең арманы Ерасыл, сенікі қандай? Велосипед. Жарайсыңдар. Ал Айлин, сенікі қандай? Көйлек. Қасет? Машина. Аделя? Ойыншық. Еркеназ, сенікі қандай? Ойыншық. Олжастың арманы көп екен. Айта ғой. Мүсет, қандай арманы? Сотка, телефон. Жарайсың. Қуыршақ. Жарайды. Ендеше арманымыз жабыстырылған ақша жинайтын қорапшаға біз еңбектеп тапқан тиынымызды, ақшамызды салатын боламыз. Балалар, ақшаны қалай жұмсауымыз керек екен? Қалай жұмсауымыз керек ақшаны? Үне? Ақшаны оңды-солды шашуға болмайды. Дүкеннен әрбір нәрсені ала беруге болмайды екен балалар. Ақшаны біз не істеуіміз керек екен? Жинауымыз керек екен. Қандай неге салу керек? Ақша салатын қорапшаға жинауымыз керек екен. Балалар, бүгіннен бастап ақша жинауды бастайық.